Желіде сұмдық ақпарат, тезірек көріп сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Депутаттың күйеуінен жүкті болған оқушы қыз. Оқиғаның жантүршігерлік мән-жайы белгілі болды. Жамбыл облысындағы жантүршігерлік жағдай. Осыдан бір апта бұрын Жамбыл облысында 12 жасар қыз депутаттың күйеуінен жүкті болып қалған деген ақпарат қоғамды дүр сілкінтті. Азғындың құбары болған қыздың анасы бұл жағдайға қатысты жантүршігерлік ақпаратты бөлісті. Жәбірленуші қыздың жасы 14-те, анасы және 16 жастағы ағасымен бірге Жамбыл облысы Сарысу ауданының орталығы Жаңатас қаласында тұрады. Биыл колледжге түскен ағасы 3-ші топтағы мүгедек, әкесі кісі өлтірді деген баппен сотталған. Кейіннен басқа сұраушысынан болған, бірақ 2015 жылы қайтыс болған. Қазіргі кезде ресми түрде ешқандай некеде тұрмайды. Оқушы қыз 2018-2022 жылдар аралығында Саудакент селолық округінде Байқадам атындағы мектеп-интернатта оқыған. Анасы қызын ақша жетпегендіктен ауылға жіберген. Былтыр анасы қызын Жаңатастағы Абай атындағы мектеп-интернатқа ауыстырған. Сол уақытта ол аяғы ауыр болыпты. Бір жыл бойы осы мектепте білім алған. Кейіннен қылмыстық іс қозғалғаннан соң Таразға ауыстырған. Білім басқармасы мен құқық қорғау органдары осылай қауіпсіз болатынын айтқан. Оқушы қызды зорлаған деген айыппен 55 жастағы күдікті ұсталған. Анасының айтуынша, әкем 3 рет азғындық жасаған. Аяғы ауыр екенін тек қана жаңа жылдың қарсаңында айтыпты. Сол кезде жүктілік мерзімі шамамен 6 ай болған. Жүктіліктің 6 айлығында оқушы мектеп қызметкерлері Жаңатастан Қаратау қаласына алып кеткен. Сол жақта ақшасын мектеп басшылары өздері төлеп, баланы алдырып тастаған. Операция жасатқан дәрігердің түрін қыздың анасы көрмеген. Ешқандай құжат түрінде түсік жасалғаны тіркелмеген. Гинеколог жүктілік мерзімі біраз болған, сондықтан аборт жасау оңайға соқпайтынын айтқан. Түсіктен бұрын толық шақыратын дәрі берген дейді қыздың анасы. Видеомыз кеңінен таралып, барша сақ болу үшін видеомызды достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.